Құрметті тыңдарман, біздің каналымызға күнделікті неше түрлі хаттар келуде. Сол хаттарды сіздерге күнделікті шығарып тұрамын. Біздің каналымызға тіркеліп, міндетті түрде пікір қалдырып, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Дәл қазір сіздерге жас келіншектің бір оқиғасын баян етейін. Маған кеше келген хаттардың айдарынан. Өміріме басқа адам, тағдырыма басқа адам жолыққанына жылай беремін. Өкінемін, күйзелемін. Жақыннан бері туған қайын ағаммен көңіл жарастырдық. Себебі күйеуім лудаман. Ол аурудың жазылатынына, жазылмайтынына сенбеймін, білмеймін. Ем аламыз дейді, алмайды. Үйімізде бір жағдай бола қалса, әрдайым көмек қолын созып, ақшалай болсын, мейіріммен тамақ алып келсе де, барлық көмегіне ешбір аямайтын тек менің қайын ағам, туған қайын ағам. Күйеуім осындай болғанына иттей жек көрем. Не себепті осындай еркекке лайық болдым деп ойланам. Көзім жастан қорғамайтын болды. Күйеуім екеуміздің арамызда ортақ бір ғана бала бар. Өзім өте жас келіншекпін. Қайнағамның 4 баласы, әп-әдемі өзімнің шешемдей болып кеткен абысыным бар. Қайнағам өте үлкен, жомарт, денелі, жалпақтай жауырыны бар мәрт жігіт. Ал менің жолдасым оған керісінше өте нашар, игроман, лудаман, үйдің берекесін алатын жас жігіт. Дәл қазір сенесіздер ме, менің басым өте қатты қатуда. Неге десеңіздер, өзімнің туған қайын ағама ғашық болып қалдым. Туған шешемдей болып кеткен абысынымнан қызғанып, өзімді жек көрем. Ақша берсе соны көре алмай іштарланып қалады. Күннен күнге ол қатынды да жек көрем. Неге тағдырыма осындай еркекті бергеніне де өкінемін. Туған абысыма іштарлықпен қараймын. Неге тура сондай әйелге осындай мәрт жомарт еркек береді, ал мен сияқты жас келіншекке қайдағы бір лудаман берілді деп те тағдырыма налимын. Қайнағаммен бірге тұрғым келеді. Махаббатымыз отырыстан басталған. Екеуміз вальс билеп, парочка ауыстырғанда басталды. Мойнымнан иіскеп, мені ұнататынын айтып, содан кездесіп кеттік. Ол кезде бірақ біз жай ғана сырластық, жай ғана күлімсіреп әңгіме айтатынбыз. 3-ші кездесуден бастап біз төсек қатынасына түстік. Төсек қатынасында өзін сезімдерін мені қатты баурап алды. Егер мен жолдасыммен төсек қарым-қатынасқа түсетін болсам, менің жолдасым менің көңілімді тауып, астымды суландырып, жаймен де бастамайтын. Ал қайнағам болса, денемді балбыратып, барынша уқалап, астымды уқалап, денемді сүйіп, маған тамсанып, барынша менің жағдайымда жасайды. Денемді сүйген кездерге, оны бітірген кезде, артынан кейін барып сайманын салған кезде, нағыз еркек, ер азамат қой, үстіме шығып құшақтасып болған кездегі ер азаматтың бар екені, оны сезінеді. Сенімді боламын. Жауырыны қақпақтай, сайманы жуан, әрдайым мақтап отыра бергім келеді. Өйткені шынымен басым айналып сүйіп қалдым. Ешқашан күйеуімнен ләззат алмаған мен туған қайнағамнан ләззат ала бастадым. Мен бұндай бақытты, бұндай махаббатты бұрын соңды көрмегенмін және сезінбегенмін. Астымдағы махаббат, жүрегімдегі махаббат, ішіндегі бабочкалар міндетті түрде ойнап тұрады. Қайнағамның соншалықты маған деген сезімі мені баурайды. Мені аймалағаны, мойнымнан, құлағымнан иіскеп сорғанын барлығы өте керемет, бақытты сездер. Қайнағаммен мәңгі бірге бола алмайтынымды білемін. Себебі ол 4 баласын келіншегін тастай алмайды. Алайда маған уақыт көңіл бөліп тұратынын да білемін. Маған уайымдама, ініммен сөйлесемін, бәрін өзгертемін, інім өзгереді деп айтады. Бірақ өзгеріп жатқан күйеуім жоқ. Ақша таппайды, тапса да тапқандай болады, алайда сол моментте шашып тастайды. Ақшасын жинаса біраз ақша болар еді.
Үйімде бәрі ескі құсқы. Бір жаңа зат алуға ақша қалдырмай алатын тек продукты, үйде ремонт та жоқ, бәрі шаршап тұр. Осыларды айтсам, қойшы, боқ жинап үйге не істейсің дейді. Күн өтсе болды, ажырасқым келеді. Қайнағам ажыраспа дейді. Бір балам барда ажырасқаным дұрыс па, білмеймін. Негізі олдамандар өзгермейді дейді. Тұрмыс құрғанға дейін оның олдаман екенін, ойын ойнайтын білген жоқпын. Егер де білгенімде, әрине тұрмысқа шықпас едім. Дәл қазір менің жағдайымды түсінетін жан бар ма білмеймін. Басым дал, не істерімді білмеймін. Әке-шешеме айтпадым. Дәл қазіргі жағдайда мен шынымен ажырасып кетіп қалайын ба? Әлде онымен болып оны емдетейін бе? Тағы да шарасызбын. Қайнаған болса мені жібермеуде, барынша ләззатын алуда, маған да ұнайды. Алайда бұның уақытша сезім екенін білемін.